Саламатсыңдар ма 4-ші сынып оқушылары? Бүгін әдебиеттік оқудан 94-ші сабақты бірге орындайық. 94-ші сабақ жақсы тілектер еліне саяхат. Суретке қара, балаларға қандай тілек айтар едің? Балаларға балақайлар қандай тілек айтар едіңдер? Егер тілек орындаушы болатын болса, асығың алшысынан түссін деген тілектің мағынасын түсіндір. Асығың алшысынан түссін деген ісің оңынан болсын, әрдайым жолың болсын деген мағынаны білдіреді екен. Келесі жеті түсті желбір гүл. Ертеде Женя деген қыз болыпты. Бір күні анасы қызын дүкенге тоқаш алып келуге жібереді. Тоқаштарын сатып алған Женя жан-жағына қарап келе жатты. Көзіне көрінген қарғаларды санады. Женяның артынан еріп келе жатқан ит оның сөмкесін тесіп, жол бойы тоқаштарын бір-бірлеп жеп қойған еді. Кенет Женя өзінің сөмкесі жеп-жеңіл болып қалғанын сезді. Итті қуа жөнелді. Ит жеткізбеді. Бірақ Женя өзі жолдан адасып кетті. Бір кезде қайдан шыққаны белгісіз, дәл алдында бір кемпір пайда болды. Ол Женяны жұбатып, ештеңе етпейді. Менің бағымда бір сиқырлы гүл өседі. Оның аты жеті түсті желбір гүл. Оның қолынан бәрі келеді. Жан-жағыңа жалтақтап ойнап кеткеніне қарамастан, сен жақсы қызсың. Осы гүлді саған сыйлаймын. Оның жеті күлтесі бар. Әрқайсысы әр түсті. Қызыл, қызғылт сары, қызғылт, сары, жасыл, көк, күлгін. Бұл жеті күлтені желбір гүл, жай гүл емес, деді кемпір. Ол сенің барлық тілегіңді орындай алады. Оның бір күлтесін жұлып алып, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс деу керек. Содан кейін тілегің лезде орындалады. Ал қане көрейік жеті түсті желбір гүлді, деді Женя. Ол гүлдің бір сары күлтесін жұлып алып, асыға лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында. Осы жерге түс, мен тоқаштарыммен лезде үйімде болайын, деді. Айтып үлгерген сол еді, ол тоқаштарымен үйінен бір-ақ шықты. Женяның бойы аса ұзын емес еді. Ол орындыққа шығып, жоғары сөредегі анасының әдемі құмырасын алуға ұмтылғанда, саусақтары ілініп кетіп, құмыра еденге түсті де быт-шыт болып сынды. Ол сиқырлы гүлдің қызыл күлтешесін асыға жұлып лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс. Анашымның сүйікті құмырасы бүтінделетін болсын, деді. Сол сәтте құмыра сынықтары жиналып бұрынғы қалпына келе қалды. Женя аулаға шығып, ұлдардың ойнап жатқанын көрді. Ол, сендермен бірге ойнайыншы, деді. Бірақ ұлдар қыздармен солтүстік полюс ойнамаймыз деп Женяны ойынға қоспады. Женя ұлдардан ары таман тұрып, қалтасына көк күлтешені жұлып алып лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс. Мені солтүстікке, полюске жеткіз деп бұйырады. Айтқаны сол еді, айнала қап қараңғы, қорқынышты болып кетті. Құйынды желден аяғының астындағы жер дөңгелене жөнелгендей болды. Солтүстік полюсте жападан жалғыз өзі үсіп жаураған саусақтарымен жасыл күлтешені жұлып алып лақтырып жіберді де, гүл күлтесі солтүстік пен оңтүстікке, батысқа, шығысқа ұш. Айналып кеп алдыма, айтқанымды орында, осы жерге түс. Өз аулама қайта жеткіз, деді. Сол сәтте ол өз ауласына топ ете түсті. Оқиға қалай басталды, балалар? Оқиға Женяның анасының Женяны дүкенге жіберуімен басталды, Женя солтүстік полюс туралы алдын ала білді ме? Жоқ, ол солтүстік полюс балалар ойнап жатқаннан кейін сол жаққа барғысы келіп, бірден сол жаққа кетті, бірақ соңында қорқып ауласына қайта келді. Жарайсыңдар, ертедегі кемпірдің ойынша Женя қандай қыз, балалар? Ертедегі кемпірдің ойынша Женя қанша жерден алаңсыз ойнап кетсе де, ол жақсы қыз. Ал сендердің ойынша қандай қыз деп ойлайсыңдар? Ал енді балалар, ертегінің мазмұны бойынша жоспар құрып жазайық. Міне жоспар: анасы Женяны дүкенге жіберуі. Ең алғаш осылай басталды, ертегіміз. Иттің сөмкені тесуі.
кемпірдің пайда болып сиқырлы гүл сыйлауы, Женяның алғашқы тілегі, Женяның екінші тілегі, Женяның қорқуы және соңында өз ауласына қайта оралуы. Міне біздің ертегімізге жоспар осындай болады екен. Жарайсыңдар балалар, сау болыңдар.